Армысыз достар, Бекзат деген қазақтың қарапайым бір баласының YouTube каналының алғашқы видеоларының бірін қарап отырсыз. Қазақтың қарапайым баласымын ба, жоқ әлде қандай баласымын, оны білмеймін. Бәлкім соны анықтап көру керек шығар. Каналымды енді ғана аштым. Бұған дейін тек бір-ақ видео жарияладым. Измирге барған сапарымның. Алдағы уақытта қандай видеолар шығармақшымын, не жайында блог түсіргім келеді, жалпы жеке блог бола ма, жоқ әлде ақпараттық блог бола ма, оның барлығын айқындап алу керек бастаған кезде. YouTube канал ашу менің ойыма 1 жылдан бері осы ойымда қалыптасып келе жатыр. Бір канал ашып, соған өзімнің үйренгенімше білген нәрселерімді бөлісіп отырғым келген. Бірақ осы енді ғана қолға алып жатырмын. Әлі нақтыламадым. Бір ойым буктюбер болу. Буктюбер ме дейді? Ол буктюбер деген кітап жайында. Яғни кітап жайында блог. Мен өзімнің оқыған кітаптарымды, солардан оқығандарымды, әртүрлі кеңестерді шығарып отырам. Жалпы буктюберлік деген кім? Ол жайында бәлкім бөлек видео түсіріп қалармын. Одан бөлек бір ойым, өзім әдебиет тілге жақын болғаннан кейін, сол әдебиет жайында, қазақ тілі жайында, шығармалар жайында, жазушылар, әдебиеттанушылар секілді дүниелерді шығарсам деген ой болатын. Бәлкім тарихи ақпараттардан бірдеңе ұсынсам деген де идеялар болды. Қандай ой болмасын, басты мақсатым, мүддем ол YouTube кеңістігінде қазақ тілі контенттің артуы. Құдайға шүкір, қазір өте өсіп келеді. Түрлі салада, түрлі бағытта YouTube арналарды мен көріп жүрмін. Солардан бірі болсын деген ниет. Ал енді алғашқы видео ретінде мен өзімді таныстырайын деп шештім. Мен Қазақстанның оңтүстігінде, бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, қазір Түркістан болды. Сол облыстың Түлкібас деген ауданында туғам. Сөйтіп, Амангелді деген ауыл бар сол жерде. Таулы аймақ, Арыс деген өзен өтеді. Соның жағасында күліп ойнап, сол ауылда 15 жасыма шейін тұрдым. Тұрдым дегенде 9 сыныпқа дейін оқыдым. Біздің ауылдық мектеп 9 жылдық мектеп етін. 9 жылдық мектепте оқығаннан кейін Шымкент қаласына колледжге түстім. Ол колледжде 4 жыл білім алдым. Оны аяқтағаннан кейін жоғары оқу орнына тапсырғым келді. Сөйтіп Қазақстандағы ұбт-ға дайындалдым. Бір жағынан да осы Түркия, Ресей секілді елдерге оқуға түсуге құжат тапсырдым. Кейін қорытындысы шығып, тек қана Түркиядан осы бір бағдарлама бойынша оқуға тапсырғам. Оқуға түстім деген хат келгеннен кейін Қазақстанға емес, осы Түркияға келуге шешім қабылдадым. Мен өзім бала күнімнен тарихқа қатты қызығатынмын, тарихшы болғым келетін. Осыдан 2-3 жыл бұрын мен әдебиетші болсам, филолог болсам деген арманым, ойым бекей түскеннен кейін мен тіл әдебиет жағына кетуді жөн көрдім. Қазақстанда филологияға түсе алмай қалған соң мұғалімдікке шыққан екен менің грантым. Ал мына Түркияда оқып жатқан мамандығым қазіргі түрік тілдері және әдебиеті. Түркшесі Çağdaş Türk лексикалары ve edebiyatları. 2019 жылы келдім Түркияға. 1 жыл түрік тілін үйрендім. Енді осы 20-ның күзінен бастап бакалаврымыз басталды. Сөйтіп серьезный болып отырмын ғой мен, күлмей, мүлдеме, типа салмақты. Енді ондай ресмиліктің қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер сізде менің бір нем болсаңыз, жазылушы оқырмандарыммен, достарыммен шынайы болғым келеді. Жасыратұғын ештеңем жоқ. Қазір міне жатақханамда отырмын. Артымда өзімнің іліп қойған картам, ту тұр. Сосын кітаптарым, дәптерлерім, үстелімнің үсті. Яғни барынша қарапайым, шынайы болайық. Сізде каналыма жазыла кетіңіз бұл арада, және де бөлісіп қойыңыздар. Таныс достарыңызға өйстіп бізде ілгерілейміз. Сонымен айтып өткендей, қазір 2 жыл болып қалды. 2-ші жылым Түркиядағы. Өзім қазір Түркиядамын. Қай қаласында? Анкара қаласында. Анкара Түркияның астанасы.
Сол жақта мінекей жүрмін. Қазір сабақтарымыз онлайн, қашықтан яғни, бірақ мен Қазақстанда жүріп ауылда біраз оқуым ыңғайсыз болғандықтан мен Түркияға келейін дедім. Сөйтіп, дәл осы видеоны жатақханамда түсіріп отырмын. Бір жатақханада 2 кісі қаламыз. Қасымда досым бар. Құдай қаласа, алдағы видеоларда жолыққанша, егерде бір идеяларыңыз болса, бекзат осыны түсірші, осы жайында шығарсам болады деген ойларыңыз болса, пікір қалдырып кетсеңіздер, мен қатты қуанар едім. Өйткені нейді, сұраныс қандай болса, ұсыныс соған орай дайындаймыз ғой контентті. Соған орай жоспар құрайын. Құдай қаласа алда біраз кітап жайында видео түсіремін. Тағы басқа тақырыптар бар. Сіз де тақырып ұсыныңыз, идея ұсыныңыз. Менімен бірге болыңыз. Иә. Инстаграмда парақшам бар. Жазылып қойсаңыздар болады. Олай болса кеттік. Біз бастадық. Я, ютубер болу оңай емес, Нейсе. Хоп, бастадық.